Бүгін ашытылған қамырдан пигоди жасаймыз. Өте дәмді, сочный болады. Жылы суға тұз, дрожжи қосамыз. Ақырындап қамырды илеймін. Кішкене ғана сұйық май қосамыз. Қамырымыз кішкене көтерілгенше жылы жерде тұрады. Енді начинкасына кірісеміз. Ет осылай 4-5 рет турап аламыз. Іш маймен де. Жусай әлбетте қосыңыздар, дәмі ерекше болады. Пияз және картоп. Қамыр дайын, осылай бөліктерге бөліп 10 минутқа демалдырып қоямыз. Жайғанға оңай болу үшін қатты жұқа етпейміз, осы видеодағыдай болады. Маған осы әдіс ұнайды, стаканның көмегімен бөліп аламын. Начинкамызға 20 граммдай сұйық май, тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш қосамыз. Дөңгелек қамырымызды шет-шетін басып, ортасын баспаймыз, начинкамызды салып, түйіп аламыз. Мантварганың листерін майлап, қамырларымызды саламыз, өте қатты жақындатпаймыз. Дрожжи болған екен, олар ісінеді, сол үшін қатты жақындатпаймыз. 40-45 минутқа қоямыз. Міне дайын болды, өте керемет, сочный, әдемі шықты. Ас болсын.